Hayırlı gün, assalamu alaikum. Torpalı toyumuzun törüne, sınav alıstan artık basıp olup bergen, kınni külüp bergen, toy jasagan, evlettin törüne, kadar bolup, bozağıdan kirip gelgen, İsa Gazap'tın iyigi jaksılары, bugünkü şamırakta bolup atkan şatlık, torpalı toy, tatlı bolsun ağayınlar. Kıymetli ağayın, hayırlı gün, kıymetli hanımlar ve mırsalar. Bugün mene köngülleri şartlanıp, bazılarına baktarıp, bar köngülün aktarıp, özlerimizdey janına en жақындарын жиып, сүйіншілеп той беріп жатырған Сапаралы ағамыз бен Гүлмир ағамыздың шаңырағындағы құтты қуанышқа қош келдіңіздер. Той құтты болсын. Құдай жолынан саған Құранына асығар, үй болуды аңсаған, сыңарына асығар дейді. Бірінші, Алланың қалауы. Екінші, екі жастың махаббат алауымен тұтанған керемет тарқамайтын тамашаның төрінде отырмыз. Сапаралы аға менен Гүлмира ханымның кешегі еккен шымағы шынар, қанаты да тайын сұңқар болып, қос ғашық қазақтың сәніне сән, сарына сан қосты. Бүгінгі екі жастың бағы баянды болсын, ерте бұлан мен толғанай бақытты болсын деп қосақпен. Бақытқа балам жастарды әнкеге бөлеп аспанда, алағайын туғандар, той менен туған басталды деп, уақыт шіркін өтуімен тұрттыр. Төрде бізді қос ғашықтар күтіп тұр. Ендеше, уақыт оздырмай, бүгінгі тойымыздың негізгі себепкерлері жастарымызды Еркебұлан мен Толғанайды әдемі әсем әннің ырғағында той төріне алдырсақ. Енді сіздерден сұраймыз, құрметті ағайын, орныңыздан тұрып, шапалақ тұрып, жастарға деген құрметті көрсетіп, жастардан қарсы алсақ. Ал біздің жастарды әдемі әнмен қарсы алатын Сапар Әйгерім дуэті. Екі жаста тамаша әсем әнімен қарсы алатын опера және балет театрының солистері, тамаша талантты әншілері, Сапар мен Әйгерімнің әнімен келген далада жүру керек. Жұмыссыз үйде балаға қарап отқаннан гөрі далада жүру керек. Ақша табу керек. Енді үйдің міндетін бөліп береді. Кім атқарап бір қадам аттайды. Ат-саяқты кім жуады дегенде Еркебұлан аттап кетті. Әр қадамына шапалақ ұрып отырамыз. Бірінші сұрақ, үйді кім басқарады? Молодец, шапалақ ұрып қойыңыздар. Үйдің иесі Еркебұлан. Үйде ақшаны кім табады? Молодец, ақшаны табуын табадау. Табуын табадау. Сол ақшаны кім ұстайды? Ойланып қалдым ғой. Молодец. Мен де үйленген кезде ақшаны өзім ұстайын деп ойлағам. Үйде тамақты кім жасайды? Ыдыс-аяқты кім жуады? Бала-шағаны садикке кім апарады? Атпасаң сен деп міндет қой бұдан кім? Кім жұмыстан кешігіп келеді? Қанша баланың әкесі болғанда армандайсың? Әр қадамың бір бала. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5. Аллаға қалды бол көндіресің айналайын. Өзі тумағаннан кейін аттай береді екен. 10 баланың әкесі болады қол соқпайыңыздар.